Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңырау шағын суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетулеріңізді сұраймын. Жер сілкінісін мерзімінен бұрын болжау қиын, алайда қауіпсіздік ережелерімен танысып, алдын ала дайындалуға болады. Жер сілкінісінің қашан болатынын тап басып айту қиын, дегенмен оны кейбір жануарлар алдын ала сезеді екен. Мәселен, иттер қыңсылап иелерінің аяғына оралса, мысықтар марғауларын тістеп ғимараттан шығара бастайды екен. Егер оларды қайтадан ішке кіргізсеңіз, мысықтар марғауларын сыртқа тасымалдауын тоқтатпайды. Тышқандар індерін тастап далаға ағылуы мүмкін. Құмырсқалар да түгелімен үйлеуін тастап шығады. Аквариумдегі балықтар, тордағы құстар да мазасызданып бастайды екен. Жер сілкінісінің басталуына бірер минут қалғанда ғимарат ішіндегі электр тоқтарында ұшқын шығады. Терезелерде діріл пайда болып, әйнектер сырылдап естілуі мүмкін. Аспанда жарық сәулелердің де байқалуы әбден мүмкін. Үйдегі қауіпсіздік шаралары. Терезелердегі ішкі жағынан полимерлі целлофан немесе азық-түлікке арналған пленка жабыстырып тастаңыз. Бұл әйнектердің ұшу қаупін азайтып, жаралану деңгейін төмендетеді. Ауыр жиһаздарды есіктен алыс жерлерге жылжытып, қабырғаларға тигізіп қойыңыз. Есік маңында тұрған жиһаздар құласа, жолды жауып қалуы мүмкін. Бұндай жағдайда үйден кіру де шығу да қиын болады. Жоғарғы сөрелерде тұрған ауыр заттарды жерге түсіріңіз. Газ плитасын газ жүретін құбырға байлап тастаңыз. Электр желісін тоққа қосылған құрылғыларды пешті өшіріңіздер. Қол шамдарды оңай табылатын жерге қойыңыз, себебі қатты зілзала кезінде барлық электроэнергия көздері өшіріледі. Жер сілкінісі кезінде төменгі қабатта жүрсеңіз, дереу далаға шығыңыз. Сіздің еншіңізде 25 минут бар. Жоғарғы қабатта болсаңыз, баспалдақтармен түскенде қабырғаларды бойлап жүріңіз, алайда оның сыртқы бұрыштарына жақындамаңыз. Ешқашанда лифтті қолданбаңыз. Далаға шығу мүмкіндігі жоқ болса, есіктердің босағасына, үйдің сыртқы қабырғаларының бұрыштарына тұрыңыз. Ағаштан жасалған үстелдер мен төсектерді осы бұрыштарға жақын қойыңыз. Олардың астына отыру арқылы қабырғаның құлап жатқан сылақтарынан қорғануға болады. Терезелер мен әйнектен жасалған өзге де бұйымдардан алыс тұрыңыз, балконға мүлде шықпаңыз. Егер сіз көшеде болсаңыз, ашық алаңда қалуға тырысыңыз. Ғимараттардан, электр бағандарынан, ағаштардан алшақ кетіңіз. Үзілген электр сымдарына жақындамаңыз. Жер сілкінісі кезінде көлікте болсаңыз, көлікті ашық алаңда тоқтатыңыз. Жер сілкінісі аяқталғанша көліктен шықпауға тырысыңыз. Жер сілкінісі болуына алдын ала даярлық. Үйдегі ең қажетті құжаттарыңызды жинаңыз. Азық-түлік қорын ұзақ уақыт сақтауға арналған қаптамаларды салып қойыңыз. Алғашқы көмекке қажетті дәрілер мен медициналық құралдарды дайындаңыз. Отбасыңыздың әр мүшесіне арналған апаттық жолдорба даярлаңыз. Оған жылы киім, ыңғайлы аяқ киім, жаңбырдан қорғайтын жапқыштар, дәрі-дәрмектер мен ақпараттық парақтың көшірмесін, су мен азық-түлік салып қойыңыз. Жер сілкінісінен кейін үйдің астында қалып қойсаңыз, сабыр сақтаңыз. Артық қимылдар үйіндінің астында одан сайын опырылып, сізді басып қалу қаупін арттырады. Аяқ қолыңызды ақырындап босатуға тырысыңыз, алайда шалт қимылдамаңыз. Сізге кедергі келтіріп тұрған ағаштар мен кірпіштерді қозғалмаңыз. Бұлар үйіндінің тепе-теңдігін сақтап, құламай тұруына себеп болуы мүмкін. Бос жатқан ағаштар көрсеңіз, солармен үйіндіні тіреп қоюға тырысыңыз. Көп қимыл жасамаңыз. От жақпаңыз. Ғимарат құлағанда газ құбырлары жарылған болуы мүмкін. Дауыстап немесе тарсылдату арқылы көмекке шақырыңыз. Үйінді астында қалған адамдарды іздеу кезінде тыныштық сақтаңыз. Ол көмекке зәру жандарды естуге мүмкіндік береді. Үйіндіде қалған адамдарды тапқанда ең алдымен оларға ауа кіретін саңылау ашыңыз. Үйіндінің үстіңгі жағынан бастап аршыңыз. Ондағы ағаштар мен ірі заттарды қозғалмауға тырысыңыз. Оларды бірінші алсаңыз, үйіндінің басқа бөлігі адамды басып қалуы мүмкін. Алғашқы көмек көрсетіңіз. Сабырлы болыңыз, зардап шеккендерге көмектесіңіз. Қираған ғимараттарға кіруші болмаңыз. Жарақаттанбау үшін мықты аяқ киім киіңіз. Құтқару жұмыстарына атсалысу керек болса, қалыс қалмаңыз, бастысы үрейге жол бермеңіз. Жоғарыда аталған ақпараттар сізге пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.